Үлкен вокзалда поезд тосқан жолаушылар ығы-жығы. Орындықтарда буыншақ түйіншектерін үйіп қойып, отырған жолаушылардың ішінде 5-6 жасар шамасында ер бала, ерткен қартаң әйел отыр. Бала барынша еркеме дедім. Әже, әже деп мазалай береді. Біраздан соң босаған орынға бәйбішенің жанына отырдым. Сөйлесе келе: мынау кенжемнен қалған, ғайыптан табылған немерем еді. Осының айтқан екі еткім келмейді. Атасы солай қып жіберген деп мекіреніп баланы маңдайынан иіскеді. Ғайыптаныңыз қалай, замандас дедім, пендешілік жасап. Жазмышта солай болған соң қалай бола ма? Әңгіменің ұзын ырғасы мынандай екен. Ғабитжан 5 баланың ең кішісі болып ер жетеді. Үлкен қалаға оқуға түсіп, Қарлыға деген қызды ұнатып, ең сәулелі әдемі күндерінде жақындасады. Жастықтың аты жастық, сән қуған, оқу іздеген. Қызыққа тоймайтын алаулы шағында баласы Ғабитжан ауырып жүргенін елемеген. Қатты ауырғанда әке-шешесіне барып, үйде күтініп, одан кейін бірнеше ай ауруханада жатып қалады. Бұл екі арада аяғының ауырлағанын білген Қарлыға Ғабитханнан хабар ала алмай, ойы онға бөлініп жүргенде, хабар-ошар бермей қойған қызын іздеп, қыздың анасы келеді. Оқу орнынан тауып баласындағы өзгерісті естіп, қайда ол жігіт дегенде, мені тастап кетті дейді. Қамыққан қыз, қанжылаған ана мұндай болар деп ойлап беді. Мәпелеп өсірген қызына: елге қара бет қылдың, қараңды көрсетпе деп қайтып кетеді. Қаратұяқ қарында жатпас дегендей, мезгілі жақындаған сайын сары уайымға бөлігіп, қыздың әр таңы бірін-бірі қуалап зымырайды. Ал Ғабитжан кеселді сырқаттың тырнағына ілінгенін білген соң, өз уайымы өзінде, өмірден күдер үзіп, бей-жай жағдайда еді. Әке-шешесінің 60 жылдық мерейтойын жасаймыз деп, балалары бас қосып, той жабдығына керекті шығынды әр қайсысы бөлісіп алып жатқанда, сырқаттанып жүрген Ғабитжан: мен сендерге живой подарок әкелемін депті. Осыны айтып бәйбіше сықпасын сығып алды. Тіршілікте не сөз айтылмайды, бұған ешкім онша мән бермейді. Өй құлыным, өзің тәуір боп кетсең, содан артық сыйлық бар ма дейді әкесі. Қысқа ғұмыр майы таусылған шырағдандай өте шығады. Ақпанның қақаған күндерінде әлсіз шырақ та өп-деп сөнеді. Қаладағы Қарлыға қаңтарда айы күні жетіп, дүниеге ер бала келеді. Қол аяғын бауырына алған соң, баладан бас тартам деп өтініш жазып, өз жайына кете барады. Қаралы 40 күндік асқа Ғабитжанның бірге оқыған жолдастары келгенде, Қарлыға туралы жағдайды айтады. Сонда өлгенім тірілді, өшкенім жанды деп, әке-шеше іздеп, қыз босанған әйелдер босанатын. Үйге келсе, туғанына 2 айдан асқан бала босанған әр әйелдің сүтін ем, медбикелердің күтімінде екен. Атасы мен әжесі баланы аламыз десе, анасынан қолхат керек екен, баламнан бас тартамын деген. Жазмыш солай болса, оған көнбеске шара қайда. Әке-шеше іздеп, Қарлығаны табады. Баланы өзіміз аламыз, рұқсатыңды бер қарағым, бізден жазық жоқ деген. Ғабитжан ауырып, одан бас қаралы, бет жаралы болып отырмыз. Саған қояр кінәміз жоқ, рұқсатыңды бер немеремізді өзіміз бағайық, тұлпардан тұяқ деген. Мен саған живой подарок әкелемін деп еді. Сол сендер екенсіңдер ғой. Бұған да маңда бір шүкіршілік. Желек салып өзіңді кіргізейік, сен де енді біздің баламыз болдың деген үлкендерге Қарлыға. Рахмет ниеттеріңізге. Бердім Құдай алдында сіздерге немереңізді.
ал мен бармаймын. Тағдырым не жазып тұр, соны көремін, деген еді. Бәйбіше бірде көзін шылап, бірде немересін аймалап, баппен әңгімесін аяқтады. Жарайды замандас, адамның басынан нелер өтпейді. Бірде азамат болған ұлдан айырылып, көкірегін қайғыға толыпты, артынша ұрпағы қалған екен деп қуаныпсың. Бұл күнде мына батырды жан торсықтай қылып ертіп жүрсің. Енді бұның бағына атасы мен әжесіне жаратушы қуат беріп, оңы мен солын танығанша сіздерді аман қылсын деп тілейік. Айтқаныңыз келсін. Келіндеріңізден хабар біліп тұрасыздар ма? Тұрмыс құрыпты, бір қызы бар деп естиміз. Мына батыр біле ме? Деп тоқтап қалдым. Бала маған қарап отыр екен. Білгенде қандай? Іңкәр тәтем деп шешесінің аты. Қашан келеді, келем өзі деп сұрап қояды. Зират басына барғанда әкесінің басындағы құлып тасты. Қолымен сипайды.